Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ганфан тағамының ең оңай жасалу рецептімен бөлсем. 2 пиязды жарты сақиналап тураймыз. Бұрышты үлкен бөліктерге бөлеміз. Сарымсақ бөліктерін дөңгелектеп тураймыз. Қызанақты үлкен бөліктерге кесеміз. Етті де үлкен бөліктерге бөліп турап дайындаймыз. Табаны қыздырып, үстіне 100 мл май құйып, ең алдымен сарымсақты қуырып аламыз. Үстіне етті салып 5 минуттай қуырамыз. Тұздалған ет болғандықтан 1 шай қасық тұз және 1 шай қасық қара бұрыш қостым. Үстіне пиязды салып 2 минут қуырамыз. Қызанақты саламыз. Үстіне 2 ас қасық соя соусын құямыз. Үстіне қайнаған 200 мл су құйып, 35 минут бұқтырамыз. Ең соңында бұрышты салып, 5 минут бұқтырамыз. Гарнирін дайындау үшін 50 мл май құямыз. Май қызған соң үстіне 2 ас қасық зернышко деп аталатын макарон салып, қызарғанша қуырамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Үстіне жуылған 500 грамм күрішті салып, жақсылап араластырамыз. Үстіне 700 мл қайнаған су құямыз. 3 минуттай қатты қайнатып, 10 минут жай отта бұқтырып, қақпағы жабулы күйінде 5 минутқа қалдырамыз. Өз қалауымызға сәйкес безендіріп, дастарханға ұсынамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.